Баршаңызға қайырлы күн болсын достар. Менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін осындай бір жасағынан өте дәмді әрі сәтті шығатын қатпарлы етті нан дайындайтын боламын. Ол үшін ыдысымызға су, сүт, тұз, қаймақ және аштығымыздың барлығын салып араластырып аламыз. Су, сүтімізді жылы болу керек. Қаймақтың орнына айран алмастырсаңыздар да болады. Барлығын араластырып, ұн салып, жұмсақ етіп, қамыр илеп, жылы жерге 2 есе көтерілгенше алып қоятын боламыз. Қамырымыз дайын болғанша арасына салмасын дайындаймыз. Ол үшін көк пиязымызды осылай ұсақтап барлығын турап алып, 300 грамм тартылған ет және дәміне қарай дәмдеуіштер, бұрыш және тұзымыздың барлығын салып, біркелкі етіп араластырып аламыз. Қамырымыз әдемі болып осылай 2 есе көтерілді. Оны енді 3-ке бірдей етіп бөліп алып, орташа көлемде үшеуінде жайып алатын боламыз, бірдей етіп. Жайып алған қамырымыздың үстіне осылай ертілген сармаймызды біркелкі етіп жағып, үстінен салмамыздан да салып, осылай барлығын жағып шығатын боламыз біркелкі етіп. Сармаймыз барынша жоғарғы процентті болғаны жақсырақ болады. Осылай барлығын біркелкі еткеннен кейін екінші қамырымызды қойып, оның да үстінен сармаймызды және салмамызды салып, осылай үшеуінде бірде қаттап шығатын боламыз. Барлық ингредиенттерді төменге описание бөліміне грамдарменен жазып қалдыратын боламын. Осылай барлығын жағып алғаннан кейін қамырымызды қолымызбен созып жұқартып аламыз да, конверт тәрізді етіп, төртбұрышты етіп орап, өзімізге ыңғайлы болу үшін созылуға 10-15 минутқа қайтадан тындырып қоятын боламыз. Табамызға осылай жайғастырып, бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, алдын ала қызып тұрған 180 градус пеште 30-35 минутта пісіріп аламыз. Қатпарлы етті нанымыз осымен дайын, өте дәмді әрі ерекше болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, әрі тойымды болады. Баршаңызға ұнайтынына сенімдімін. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Каналыма тіркеліп, қоңыраушаны баса кетіңіздер. Менен келген видеоларды жіберіп алмау үшін. Олай болса, сау болыңыздар.